Енді бұдан ары қарай яссауи мұрасын қайтадан қолға алып, оны түсінуге, түсінгенде бірлі екілі адам емес, тұтас ұлт болып түсінуге бұрынғы замандағыдай ата бабаларымыздың бір кездегі халіндей халге жетпесек, біз енді жаһанданудың жаңа иіріміне жұтылып жоқ болып кетуіміз мүмкін. Міне осы нәрсені біз жасап бастадық. Канондық тегісінің ең бір алғашқы сұлбасын жасадық. Бұл әрі қарап үздіксіз жетілдіріле беретін нәрсе. Яссауи бабамыздың мұрасын зерттеуге қалай келдіңіз аға? Яссауи бабамызға енді кез келген адам шынымен келе бермейді. Бізде неге мысалы мынау ылғи әр нәрсенің өзінің пір ретінде бір әулиелерді бәрі осы хал ілімнің өкілдерін қойып, диван хикмет барша адамға ортақ. Ол рухани дәрежесі жоғары адамға да қатысты, қарапайым адамға яссауи ілімін әлі түсінбейтін, бұл жолға енді келіп отырған адамдарда тұтына алатын еңбек болды. Сонысымен мысалы Ван Беридің жаңағы саяхат намаз жазбасында жаңағы айтады ғой, әрбір жаңағы отбасындағы қазақ әйел диван хикмет жатқызса болады. Оның барлығын яссауи бабамыздың және шәкірттерінің хикметтерін бесік жері ретінде айтқан. Қазақ даласы яссауи хикметтерінсіз өмір сүрмеген. Сол яссауи хикметтерінде мысалы мына өмірге қатысты өте санаулы жолдардың өзі кәдімгі қазақ өмірінің қағидасына айналып кеткен ғой. Қазақ сонда жеке дара өзі бақытты болатын халық емес. Қазақ болса бүкіл адам баласымен бірге бақытты болатын халық. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Бүгін міне сіздермен тағы да ұлттың ұстыны сұхбат алаңында жолығып отырмыз. Бүгінгі біздің тақырыбымыз яссауи Құлқожа Ахмет яссауи бабамызға арналады және яссауи бабамыздың диван хикмет еңбегіне арналады. Бүгінгі біздің қонағымыз филология ғылымдарының кандидаты, профессор, яссауи танушы, жазушылар одағының мүшесі. Болат аға, бүгінгі сұхбатымызға қош келдіңіз. Рахмет, қош көрдік. Болат аға, жақында біздің президентіміз Түркістан жұртшылығымен кездескенде осы яссауи орденін биыл шығаратынын айтты және осы республика күні қарсаңында соны орденмен марапатталатынын айтты. Орден туралы жалпы айтты. Және де іле-шала осының артынша мемлекетіміз, үкімет басшысы бекітіп 26 мен 28 жылдарға 2 жылдық осы мемлекеттік бағдарламасын қабылдады. Яссауи мұрасын насихаттау туралы. 37 осы бағдарлама аясында 37 іс-шара көзделген екен. Дені бағдарламаның мектеп оқушыларымен және осы жастарға арналған екен. Яссауи мұрасын насихаттау бойынша. Өзіңіз Болат аға осы яссауи мұрасын зерттеп жүрсіз. Оның ішінде хикмет шығармасын, дивани хикметті осы бойынша айтсаңыз аға. Жалпы яссауи мұрасының қазіргі замандағы маңыздылығы, жастарға не береді жалпы жаһандану заманында өзектілігіне байланысты бабамыздың мұрасын, қазақ мәдениетімен байланыс туралы айтсаңыз аға. Бұл біз яссауи мұрасына, іліміне бірінші кезекте, және оның сол ілімін жеткізетін мұрасына қай кезде де мұқтажбыз. Бірақ ол мұқтаждық бір кезде айқынырақ сезілуі мүмкін, бір кезде біз оны сезбей қалуымыз да мүмкін. Бірақ сезбеген кезімізде ол бір сезбедік деп бізде оны жеңілдігі жоқ сезбегеніміз үшін. Ол яссауи мұрасынан біз қай кезде алыстаймыз, ұлттық тамырымыздан сонымен бірге алыстаймыз. Қалай біз яссауи мұрасын қай кезде біздің қазақ ұлты яссауи мұрасына, оның іліміне жақын болды, сол кезде оның гүлденген дәуірі болды. Рухани гүлденген. Ол мына материалдық гүлденуді айтып отырған жоқ, рухани гүлдену. Біздің қазақ өзі бұл материалдық гүлденуді, материалдық ілгерілеуді мұрат етпегенде керек болатын болса. Неге? Өйткен себебі рухани биік шыңға жету деген ол барлық нәрсенің шешімі. Қалған нәрселердің барлығы өзі іздеп келеді ол кезде, адам рухани көркейген кезде. Осыны бабаларымыз жетік білген. Ал енді біз ол яссауи мұрасынан және ілімінен алыстауымыз енді өзіміздің еркімізбен болған жоқ ол. Ол бізді алыстатты. күшпен алыстатты десек болады.
Соның себебінен біз ясау ілімін, мұның мұрасын түсінбей қалған жағдайымыз бар. Қазіргі күнде де оны мұқтаждығын сеземіз, бірақ оның мұрасының мәнін толыққанды түсініп жатырған жоқпыз әлі де. Сол себептен оны түсінбегендіктен қалай іске асыруды, қалай тұтынуды да біле алмай келе жатқан жағдайымыз бар. Ал енді бірақ қажеттілік сезілуде. Президентіміздің жаңа сөйлеген сөздері, қабылдап отқан ясауи мұрасына байланысты шешімдерінің бәрі осы қажеттілікті сезімден туған жаңа құбылыстар, туған шешімдер деп айтсақ болады. Дұрыс, өте дер кезінде қазір осы мәселе көтеріліп отыр. Өткен себебі біз енді бұдан ары қарай ясауи мұрасын қайтадан қолға алып, оны түсінуге, түсінгенде бірлі екілі адам емес, тұтас ұлт болып түсінуге бұрынғы замандағыдай. Ата-бабаларымыздың бір кездегі халге жетпесек, біз енді жаһанданудың жаңа иіріміне жұтылып жоқ болып кетуіміз мүмкін. Ол сенің саныңның көптігіне, не болмаса бір техникаңның озықтығына, керек болса ғылымның озықтығына да қарамайды ол. Рухани, бұл өйткен себебі рухани мұра. Адамның, мысалы, ұлттың ұйысу үшін не керек, не қажет? Ұлттың ұйысу үшін бірдей ойлау қажет. Бір нәрсеге деген көзқарас, бір ұлтты тұтастай бірдей болу қажет, бірлік болу үшін. Тек қана ой емес, сезімнің өзі де бірдей болу керек. Бір нәрсеге деген қатынастан туатын ұнату сезімі, немесе қабылдамау сезімі, немесе жек көру сезімі де керек болса бір ұлтта бірдей болу керек. Міне осы кезде ұлттың шынайы тұтастығы қолға келеді. Ол қай кезде болады? Ол рухтың тазалығымен ақиқатқа жеткен кезде болады. Оған апарып келген бізді, үнемі соған жетелеп келген ясауи бабамыздың мұрасы. Міне сондықтан да бұны жалпылама біледі жұрт. Бірақ енді жаңағыдай бұл ілімнің шынайы мән мазмұнына толық сүңге алмағандықтан оны әлі де біз қажетімізге, рухани қажеттілігімізге жарату мәселесіне келгенде көп нәрсе қолымыздан келмей қалып жатыр. Мұны мойындауымыз керек. Ал енді қазір шын мәнінде жаңа бұл ясауи мұрасы дегеніміз қалай болады? Бұл интеллектуал адамдардың, керек болса интеллектінің өзі шамасы жетпей қалатын түсінікпен байланысты. Енді тұтас ұлтты осындай зияткерлік биік деңгейге көтеру мүмкін емес деп көрінеді. Міне сондай жағдайда ғана түсінеміз десек, онда бұл ясауи мұрасын игеру мүмкін емес екен ғой деген ойда туғызу мүмкін. Бірақ олай емес. Егер осы ілімге біз жалғансақ, ясауи мұрасын біз шын жан жүрегімізбен жанымызға жақын етіп қабылдай алсақ, ол жаңа мен айтып отырған тұтас бірлікке, рухани бірлікке және тұтас ұлт болып зияткерлік биікке көтерілуімізге бұл негіз береді, негіз салады. Ал енді ересек адамның өзі бәрібірдей зияткерлік биікке көтеріліп тұрған жоқ қой қазіргі күнде. Ал енді мектеп оқушысы қалай оны қабылдайды деген нәрсеге осыдан сұрақ туы мүмкін. Қалай қабылдайды мектеп оқушысы? Ол оң солын танып болмаған жасөспірім немесе төмен кластың оқушысы ол ясауи мұрасын сондай бір терең дүниені қалай меңгереді деген сұрақ тууы заңды. Бұл сұрақтың шешімін бабаларымыз шешкен негізі. Осы бізге қазір мүмкін еместей көрініп тұрған нәрсеге оп-оңай демей ақ қояйын, бірақ қол жеткізген. Тұтас ұлт болып қол жеткізген. Ол неден дегенде, бұл жерде әркімнің өзінің жасына лайықты, ой өрісіне лайықты нәрселер беріліп отырған. Ал оны кім берді деген кезде, бұл жерде осы ілімді меңгерген рухани тұлғалар ол жерде, мына кәдімгі біздің тілімізбен айтқанда дирижерлік жасау керек. Кімге не қажет екенін бөліп беріп отыру керек. Міне осындай бабаларымызда болған ғұрып, әдет, ясауи бабамыздың іліміне қатысты
қалыптастырған дәстүрлермен біз қайтара қолға келтіруіміз керек. Ал енді президентіміздің жасап отырған, жаңа құрып отырған жоспары өте дұрыс. Бұл мектеп жасындағыларда тыс қалмау керек, бұнымен орта жастағыларда. Еңкейген қайырдан еңбектеген балаға дейінгі аралықта яссауи ілімінің нұрымен нұрланып тұру керек. Сондықтан жаңағы қабылданып отырған шешімдердің бәрі дұрыс. Бірақ енді президентіміз енді елдің басшысы нұсқау береді де оның әрбір деталіне дейін дамыту ол кісінің мойнында емес қой. Оны әрі қарай дамытып алып кететін біздер мына қоғамның мүшелері. Бір ауыздан кәдімгі осы нәрсені пікірді қолдап, әртүрлі сыңар жақ пікірлерге жол бермей, қазіргі әлеуметтік желі арқылы таралып отырған, басқа да осындай ізгілікке қарама қарсы айтылып жатырған түрлі көзқарастар өрбіп жатыр ғой. Мен соның бәріне жол берместен, соның бәрін және басып озып, осы президентіміздің қабылдаған шешімдерін бір адамдай болып жаңағы. Бір жағадан бас шығарып, бір жеңнен қол шығарып, қолдап, қуаттап, жеріне жеткізуіміз керек. Дұрыс айтасыз. Болат аға, өзіңіз осы яссауи мұрасын қай бағытта зерттеп жүрсіз жалпы? Мен бұл яссауи мұрасын зерттеумен айланысқаныма біршама уақыт болды. Мен негізгі бағытым диуани хикмет қой. Енді бүгін тақырыпқа да негіз болып отырған сол диуани хикмет шығармасы. Диуани хикметтің онда да халық шығармаларымен байланысты. Халық шығармашылығына тигізген ықпалдастығын, соны зерттеген болатын, қазақ фольклорымен байланысын. Және сондай-ақ тек қана қазақ фольклоры емес, жалпы мәдениет, қазақ мәдениет тиген ықпалында біршама сөз еттік. Осыған байланысты өткен жылдың соңында, әлі бір жыл болған жоқ, жаңа сол қазақ әлеміндегі Қожа Ахмет Яссауи деген зерттеу еңбегім, монографиям мемлекеттік тапсырыспен жарық көрді. Осы еңбектің енді бұған дейін көптеген жасалған зерттеулердің нәтижесінде дүниеге келді. Одан бөлек енді 2009 жылы мен өзім негізгі мәтінін жазған Қожа Ахмет Яссауи кесенесі атты 3 тілдегі альбом шықты. Оны сол кездегі министрлік қажеттілігін сезінген болу керек. Мектеп оқушыларына сыныптан тыс міндетті еңбектердің қатарына қосқан болатын. Оқуға міндетті. Одан кейін енді ол былай шыққанда жаңағы Яссауидің тек қана өз шығармалары ғана емес, сонымен байланысты туған бүкіл дүние, оның ішінде кесене де, бұл тек қана бір зиярат орталығы ғана емес, кейін жаңағы қазақ хандығының кезінде саяси орталықта болды ол. Одан бөлек ол осы яссауи ілімін үздіксіз таратып келген бір білім көзі ретінде де қарауға болады оны. Кесене. Оның ішінде тұрған әрбір экспонат заттар, артефакттар, және кесенедегі әрбір жазу, әрбір өрнек өз орнында орналасқан, және оның орналасу тәртібі де яссауи іліміндегі рухани кемелденудің сатыларымен, деңгейлерімен байланысты, сол заңдылыққа сай құрылған. Соның барлығының мән мағынасын ашуға тырысқан еңбек болды, және оның менімен бірге Сейфулла Молла Қанағатұлы, тағы басқа да сол жерде осы кесенедегі жазуларды жаңаша оқуға жол ашқан біраз ілімпаз інілеріміз болды. Соны бірге шығардық енді оны. Одан кейін енді мен соңғы кезде диуани хикметтің текстологиясымен біршама айланыстым. Бұл енді мүлдем қолға алынбай келген нәрсе. Яссауи тану дегеніміз бұл әлемдік ғылым десек, әрі кешенді болатын себебі бұл жерде тарихта бар,
бұл жерде әдебиеттану да бар, бұл жерде фольклор да бар, бұл жерде тіл білімі де бар. Түрлі кешенді ғылым саласынан туған ғылым несі ғой, жаңағы ғылыми пән ғой, былайша айтқанда жаңағы яссауи таным деген. Онымен бірге бұл халықаралық сипаттағы. Бұның тек қана түркі халықтары ғана емес, сонымен бірге әлем халқы зерттеу үстінде. Ағылшынның, орыстың, басқа да халықтардың, әлемдік ірі халықтардың, жаңағы озық ғылыми мәдениет дамыған халықтардың барлығы бірдей яссауи хикметтерін, шығармаларын, тұлғасын зерттеумен айланысып келе жатыр. Бұларды не үшін айтып отырмын? Текстология деген сала, осының ішінде диуани хикметтің текстологиясы. Осы әлемдік деңгейде қарағанда қолға алынған нәрсе емес. Осыны енді біз қолға алып бастадық. Менің шәкіртім Жазира Сүлейменова деген яссауи хикметтері бойынша және оны оқыту бойынша философия докторы ғылыми дәрежесін алды. Ол екеуміз біршама сол текстологиямен айланыстық. Және соның нәтижесін бірінші рет жарияладық та. Бұл текстология деген өте маңызды. Бұл енді басталып жатырған жұмыс. Текстологияның маңызы неде? Оның маңызы жалпы яссауидің өзі қаламына тән хикметтерді айқындауға алып баратын бірден бір жол бұл. Біз енді яссауидің жалпы диуани хикметі дегенімізбен, оны жерде яссауидің өзінің қаламына тән хикметтер де бар. Және оған шәкірттерінің немесе жолын қуушылардың кейінгі замандарда қосқан хикметтері де бар. Міне осының ішінен біз жаңа яссауидің өз қолынан туған, өз қаламынан туған дүниелерді анықтау үшін сөзсіз текстологиялық салыстыру жасауымыз керек. Міне осы нәрсені біз жасап бастадық. Канондық тегісінің ең бір алғашқы сұлбасын жасадық. Бұл әрі қарап үздіксіз жетілдіріле беретін нәрсе. Сондықтан оны ұсындық. Ғылыми конференция талқылап көрсеттік. Оған назар аударған ғалымдар болса, оны әрі қарай өз елдерінде сақталған диуани хикметтің нұсқаларымен салыстырып, өз бетінше дамытып әкете беруге болады. Осы біз әкеліп қойған межеден әрі қарап тағы да жалғастырып кетуге болатын жұмыс. Біз де өзімізде жалғастырамыз. Бұл енді менің өзімнің көптен бері ойлап жүрген, көздеген нәрсем болатын яссауи хикметтеріне байланысты. Осыны енді бастап біз кішкене жылжыттық. Одан кейін тағы бір нәрсе. Яссауидің бабамыздың жаңағы өмірбаянын негізінен алғанда аңыз әңгіме, насабнамалардағы, халық аузындағы аңыз әңгімелерге сүйеніп жасалып отыр ғой. Ол нақты мұрағаттық деректермен емес, негізінен алғанда ауызша жеткен, немесе ауызша айтылып барып хатқа түскен насабнамалардағы жаңа өмірбаяндық деректермен біз осы яссауидің өміріне қатысты шындықты айтып жүрміз қазір. Осыдан жаңағыдай бір сенімсіздік тууы мүмкін. Ауызша мұра деген жаңағы қиялдан туған деген сияқты әртүрлі пікірлер айтылады. Жоқ, бұл жерде халықтың көзқарасын біз дұрыстап ажыратуымыз керек. Халық рас кейбір ауызша жеткізген туындыларды үнемі өңдеуге бейім болады, кейбір шығармалар. Мысалы, ертегілерде тағы басқа көркемдік мақсатта айтылатын, адамның уақытын сейілдік мақсатта, сауықнамалық мақсатта айтылатын фольклор, ол құбылтып өзгерте беруі мүмкін. Бірақ мына әулиелерге деген көзқарас басқа. Оның шамасы келгенінше бір әрпінде өзгертпей, бір сөзінде өзгертпей айтуға тырысады халық. Әрине ол ауызша айтылғаннан кейін ырықсыз түрде болатын өзгерістер болады, ұмытып қалу, жаңылысу деген сияқты. Бірақ оған өте мұқият болған халық. Сондықтан да яссауи хикметтер көп заман ауызша тараса да айырмашылығы жоқ. Мәтіндерінің арасында көп. Аңыздар да сондай, ана жерден жазылып алған, мына жерден жазылып алған аңыздарды салыстырсақ, мазмұнында ауытқушылық жоқ. Тек қана бір қосымша детальдар қосылып, немесе бір жерде түсіп қалып қана отырған болды. Сондықтан да бұл жерде енді яссауи есіммен байланысты аңыз әпсана хикаялар деген жинақ шығардым. Ол мынау яссауида жаңағы әзірет сұлтан кесенесінде үздіксіз қайта шығарылып келе жатыр.
қайта ол кәдімгі сұранысқа орай бірнеше дүркін қайта шығарылды. Өйткені халықтың сұранысы көп. Бірақ мен енді оны Яссауи бабамыздың ауызша жеткен мұралары да бар. Аңыз әңгімелер, мұра деппін ғой, жаңағы өміріне қатысты аңыз әңгімелер. Бірақ олар емес, мен қағазға түскен, жарық көрген аңыздарды ғана жарияладым өлген кезде. Неге? Өйткен себебі бірінші халыққа ұсынған кезде осы көпшілік көрген, мойындаған нәрселердің жеткені дұрыс болады деп ойладым. Ал енді болашақта бұны да дамытуымыз мүмкін. Ауызша айтылатын Яссауи бабамыз жайындағы аңыз әңгімелер әлі де бар халықтың арасында. Сондықтан бұның барлығы менің айланысқан бағытым әлі де жетілдіре беретін, және менің ойымда да ол жетілдіре беру бар жұмыстар. Жақсы аға. Яссауи бабамыздың мұрасын зерттеуге қалай келдіңіз аға? Бұл енді бір жақсы сұрақ екен. Яссауи бабамызға енді кез келген адам шынымен келе бермейді. Бұл бір үлкен ізденіс талап ететін жол, былайша айтқанда. Мен енді Яссауи бабамыздың қадірленуін, айрықша қадірленуін кішкентай кезімнен көріп өстім, бала кезімнен. Біздің ауылда ақсақалдар болды, ауылдың берекесі еді. Сол ақсақалдар кеткеннен кейін бір өмір өзгергендей көрінеді маған. Керек болса бүкіл, менің өзіммен сомен тұстасуға келгеннен кейін, бүкіл Қазақстанның жаңағы руханиятындағы өзгерістер, құлдыраулар керек болатын болса, сол кісілер кеткеннен кейін болған сияқты сезіліп тұрады. Сол кісілердің дұғасының өзі көп нәрсені аман сақтап тұрған сияқты сеземін. Сол ақсақалдардың жаңағы Яссауи бабамызға деген құрметі айрықша болатын. Кейбір күндері, олар жұма күндері бәрі жиналып алып, Түркістан енді бізден онша, мен туған жерден алыс емес. Әрине ол кезде кеңес дәуірінде ол жол қатынасы қиын. Сол қиындыққа қарамай сол ақсақалдар жаңағы бейсенбі күндері жиналып кететін. Енді әр жұма сайын десем қателесем, сол айына бір рет кемінде барды ау деймін. Бұл күнде ойлаймын, бұл күнде неге барады десем, сөйтсем сол кезде мынау кейіннен білдім ғой. Яссауи бабамыздың кесенесінің айналасындағы тұрған үйлердің бәрі қылуеттің қызметін атқарған екен ғой. Яссауи бабамыз туралы айтқан кезде көңілдері толқымай, көздеріне жасы үйірілмей сөйлей қоймайтын олар. Осыны көріп өстік. Сосын енді сол бір құрмет сол арқылы қалыптасты. Бұл Яссауи бабамызға деген құрметті неден болады деген ой менің бір басымды қатырып ойланбасам да, дембіл мезгіл әрдайым ойыма оралып тұратын. Сол университет бітірдік, енді бәрім атеизмнің жаңа сәулесі демей ақ қойын, атеизмнің көлеңкесінде өстік қой. Былайша айтқанда, бұндай нәрсені ойлатпауға тырысатын қоғам. Бірақ сонда да бала кезде көрген нәрсе үнемі есте тұрады. Содан жаңағы мен бітіргеннен кейін, оқу бітіргеннен кейін, университет бітіргеннен кейін Өзбекстанға, тағдырдың жазуы ғой, Өзбекстанға барып, сонда қандастарымызға сабақ бердім. 7 жыл болыппын Өзбекстанда, Гүлістан деген қалада. Өзбекстанның енді бізден артықшылығы деп айтсақ болады ма, бізден ерекшелігі, ол жерде діни қысым біздегідей жасалған жоқ. Және Шығыстанның институты болды үлкен, бүкіл Орта Азияда демесем де, Қазақстан мен Орта Азиядағы қолжазбалары жинақталған, дені жинақталған үлкен жаңа Шығыстану институтының қоры. Сондағы жаңағы орта ғасырлық еңбектер жарық көріп жатты, академиялық басылым, түсініктерімен керемет. Солардың көбісін оқыдым. Сөйтіп жалпылама таныса бастадым. Яссауи мұрасымен. Оның ішінде әрине бір жалпы көпшілікке арналған еңбектер де көп шығып жатты оларда сол кезде. Сол кезде мен барғанда әрі жариялылық. Анау бұрыннан енді Өзбекстан қоғамы бізден гөрі сопылық ілім жайында жалпы көпшіліктің хабары бар. Көпшілікпен араласу барысында да біраз нәрсені мына жақта білмей жүрген нәрсені біліп қаласың.
мынау мынандай екен ғой деген сияқты ойлар туып жатады. Сол таным менің барынша ашыла берді. Бірақ енді софылыққа тереңдеген сайын адам онда неше түрлі жаңа бір түсінбейтін нәрсеге жолығасың. Өйткені ғылыми зерттеулердің өзі де сондай бір түсініксіз нәрселерді жазып кететін жағдайлар бар. Неге десек, сөйтсек, бұл софылық түрлі ағымдар бар екен ғой. Түрлі ағымдар бар. Олардың бәрі софылық деген атпен зерттеледі. Оның ішінде жаңа Яссауи бабамыздың жолына, дәстүріне жат түрлі жаңа әдеттер, түрлі түсініктерде кездеседі. Сондай нәрселерді ұғыну қиын болды маған. Сөйтіп одан кейін енді 1999 жылы Қазақ Түрік университетіне ауыстым. Сол кезде ауысқан кезде мен кәдімгідей Яссауи бабамызға деген қызығушылықпен тәп-тәуір жаңағы немен бардым. Енді ол жерде Әзірет Сұлтан Қорық мұражайы бар, Яссауи орталығы ашылды, Түркиядан келген жаңа түрік ағайындардың жаңа оларда да бір сияқты қысым бола болған жоқ. Кімнің жаңағы Араттың софылық жайындағы, Көпірлінің Яссауи бабамызға арналған еңбектерін оқыдық, таныстық. Соны тереңдей бердік. Одан әрі қарай софылық жолды, практиканы жүргізіп жүрген топтар болды. Яссауи тобы шықты, хикметшілер тобы. Осылардың араласудың нәтижесінде енді былайша айтқанда Яссауиға ден қойып бұрылуымызға тура келді ғой. Содан кейін жаңа еңбектерді жаза бастадық. Содан енді әлі күнге дейін сол еңбекті жалғастырып келе жатқан жағдайымыз бар. Негізі Яссауи бабамыздың мұрасын зерттеуге келгеніңіз сол балалық шақтан, мектеп жасында жүрген кезіңізден басталған екен ғой, иә? Иә, әрине. Бұрын қариялардан. Иә. Ол кісілер Яссауи бабамызды еске алғанда көзіне жас алмай еске алмайтын дейсіз, иә? Онда деген ол кісінің мұрасына деген сағыныштың белгісі де ғой ол, иә, негізі. Бұл енді ғашықтық мектебі ғой. Бізде неге мысалы мынау ылғи әр нәрсенің өзінің пір ретінде бір әулиелерді бәрі осы хал ілімнің өкілдерін қояды. Иә. Мысалы соның ішінде Зеңгі баба Яссауи бабамыздың шәкірті сиырдың бірі ретінде айтылатын. Қамбар атаны енді мен Хазірет Омар болуы мүмкін деп ойлаймын. Қазақтың бұрынғы артикуляциялық ерекшелігіне, мына сөйлеу ерекшелігіне қарайтсақ, Омар дегенді қазақ бұрынғы заманда тікелей айтпаған. Көп дыбыстарды қазақтар енді былай құмбар, қамбар болып кетуі мүмкін, енді көне өте ерте біздің сөйлеу ерекшелігімізге сай. Одан кейін жаңағы Сексек ата, бұл да Яссауи бабамыздың шәкірті Сұқ ата. Одан кейін жаңағы Шопан ата да, бұл да Яссауи бабамыздың төл шәкірті, Маңғыстауда жатыр. Зеңгі баба жаңа неде жатыр, Ташкентте жатыр. Бәрі бұлар ғашықтық, Аллаға деген ғашықтық мектептің өкілдері ғой Яссауи. Ал енді соның ішінде түйенің пірі. Түйе деген мынау басқа қарап отырсаңыз қызық. Мысалы неге мысалы басқа түліктің пірлері Яссауи бабамыздың шәкірті болады да, түйенің пірі неге ол Яссауи бабамыздан бұрынғы Уайс әл-Қарани, мысалы Ойсыл қара дегеніміз Уайс әл-Қарани, пайғамбарымыздың замандасы. Неге арғы дәуірге кетіп қалады десек, өйткені арабтардың ішінде бұл түйе оларда болды пайғамбарымыздың заманынан. Сол себептен ол пайғамбарымыздың құрметі үшін жаңағы қазақ түйенің пірін сол. Онда да ғашықтық болғанда Уайс әл-Қаранидің ғашықтығы өзгеше ғашықтық. Бұл кәдімгі көрмей ғашық болудың мектебі ғой. Пайғамбарымызды көрмеген, бірақ пайғамбарымызға деген кәдімгі ғашық болған. Ғашық болғанда да тіптен қасында жүрген сахабалардан артық білген ғой. Өйткені сахабаларды көрген кезде пайғамбарымыздың қайсысы сынып еді деп сұрайды ғой. Олар білмейді, ал бұл кісі біліп отырады сөзді көрмей. Сонда бұл аталарымыз осы мектептің өкілдері ғой. Сонда бұл ғашықтық мектебін салған Яссауи бабамыздың өзіне де ғашық. Жаңа көзіне жас үйірілетіні айтқан кезде осы ғашықтық халдің сыртқы көрінісі ғой, былайша айтқанда. Сондықтан да енді бұны біз өзіміз көргенімізге бақыттымыз енді сондай адамдарды. Сол осы төрт түлік Яссауи атаның шәкірттері дедіңіз ғой, төрт түлік пірі. Иә. Енді неге төрт түлікке пір қойған енді бұл атаға? Ол жерде бір мақсат болу керек қой. Мысалы
бұл при Түркістаны дейді яссауи атаның Иә, өзі. иә. Түркістан Иә, пірі, иә, түркі әлемінің сопылық ілімді әкелген дейді. Бұларға айтыңызшы. бұл да бір қызық сұрақ. Иә. Бұл мынау түркі мәдениеті негізінен алғанда. Төл тума түркі мәдениеті бұл Иә. көшпелі мәдениет қой негізінен алғанда. Мына Евразия жазығын иеленген. Иә. Сонда өмір бақи анау баяғы сақ ғұн дәуіріндегі сақтардың ғұндардың ұрпағы, тікелей ұрпағы деп айтып жатамыз. Иә. Көк түріктердің ұрпағымыз. Олардың бәрі негізінен алғанда негізгі мәдениет көшпелі мәдениет болды ғой. Базы шаруашылығы, мал шаруашылығы. Негізгі шаруашылығы. Енді қарасаңыз осы мал шаруашылығымен байланысты атаулар қойылады ғой. Неге әулиелерге мысалы лақап есімдер? Неге ылғи Қошқар ата? Иә. Мысалы. Қошқар ата, Қара бура мысалы. Иә, қара бура. Төрттілікпен байланысты лақаптар қойылады. Бұл бір жағынан ар жағындағы оның төтемдік түсінікпен байланысты. Бірақ ол төтемдік түсінікті халық мазмұнын жаңартып, оны исламдандырған, мұсылмандандырған. Міне сондықтан да бұл жерде Шопан ата, мысалы қараңыз, иә? Шопан ата да бұл мал шаруашылығымен байланысты атау. Иә. Ол Шопан атаның бұл лақабы болуы мүмкін. Мысалы осы қарап отырсақ, яссауи жолындағы Иә. әулиелердің көпшілігі жаңағы мал, және малшылық кәсіп атаулармен байланысты болып келуі, бұл яссауи ілімінің әуел баста түркілердің арасында, онда да көшпелі түркілердің арасында дамығандығының көрінісі. Сондықтан да мынау қазақтың тіршілігі, жаңағы айтып жатамыз ғой, кисе киім, ішсе тамақ, мінсе көлік деп, бүкіл тіршілігі астасып кеткен жаңа төрттілікке, бұл сөзсіз жаңағы яссауи бабамыздың шәкірттерін пір етіп қойылуы, бұл яссауи ілімінің сенің тыныс тіршілігіңе дейін, күнкөрісіңе дейін сіңіп кеткендігінің көрінісі ғой былайша айтқанда. Ең бірінші ана қазақ айтады ғой, мал жаның аман ба дегенде ең бірінші соны айтқан. Енді мысалы қарасаң, сен денсаулығың парыз ғой мысалы. Сен денсаулығың бірінші парыз. Ол сен егер денсаулығың болмаса еш нәрсені жасай да алмайсың. Сен еш нәрсеге шамаң да келмейді. Бұл өмірде адам ретінде өзін көрсетуің. Ал сен денсаулығың тәуелді нәрсе ол тіршілік, онда да қазақтың өмір тіршілігінде ол төрттілік мал болғаннан кейін, әрине мал жан, малың аман болса сен жаның аман болады. Ол сол реттілікпен айтады ғой. Малды ол бір жоғары қоюдың белгісі емес. Ол жаңа тіршіліктің өзінің реттілігімен, тіршілік өзінің реттілігімен айтылуы деп қана түсінуіміз керек бұны. Төрттілік пірлерінде сол яссауи атаның шәкірттерін болуы да деген. Дәл солай. Ол сенің тыныс тіршілігің бәрі осы ілімге байланысты деген нұсқау ғой, былай қарап отырсаңыз. Бабаларымыз бізге жасап кеткен. Болатақ енді яссауи атамыздың, бабамыздың басқа да шығармалары бар, мысалы. Бірақ оның ішінде неге дивани хикмет айрықша осы мәнге ие және осы сақталып қалған осы уақытқа дейін ерекше аталады? Дұрыс, өте дұрыс. Бұл сұрақты әдемі сұрақ. Яссауи бабамыздың басқа да шығармалары бар. Миратул құлубы бар. Пақырнамасы бар. Жаңадан табылып әлі зерттеле қоймаған Танбихи Залин, басқа да шығармалар бар. Енді оның барлығын яссауи қаламына қаншалықты тиесілі екенін анықтау, болашақта атқарылатын жұмыс, әлі бұлардың толық зерттеліп болған жоқ. Осылардың ішінде дивани хикмет ерекше орын алады. Несімен ерекше? Біріншіден бұл көпшілікке арналған еңбек. Мысалы жаңағы Пақырнама, Миратул құлуб, бұлар бұл яссауи жолын ұстанған, белгілі бір дәрежеге жеткен, тарихат, керек болса мағрибат сатысына өткен адамдарға арналатын, деңгейі бар. Солар тұтынатын, соларға қажетті нұсқаулық болатын болса, дивани хикмет барша адамға ортақ. Бұл рухани дәрежесі жоғары адамға да қатысты, қарапайым яссауи ілімін әлі түсінбейтін, бұл жолға енді келіп отырған адамдарда
тұтына алатын еңбек бұл. Сонысымен бұл ерекшеленеді ең бірінші кезекте. Сондықтан да бұрынғы біздің дәстүрлі медреселерімізде диуани хикмет міндетті пән ретінде оқытылған. Өзі бір 4-5 міндетті оқытылған кітаптар бар. Оның мысалы Рабузғидің Қиссасул Анбиясы, диуани хикмет және оның жалғасы ретіндегі Сүлеймен Бақырғанидың Бақырған кітабы. Содан кейін кімнің жаңағы Софалаярдың Сабатул Ажизин. Осы кітаптар міндетті түрде оқытылған. Міндетті түрде оқытылған. Бұлардың әрқайсының өзіндік орны бар. Яссауи хикметін енді не себептен көпшілікке қолжетімді еңбек деп айтамыз десек, бұл жерде айрықша күрделі ұғымдар емес, бірінші кезекте бұл жерге Аллаға ғашықтықтың үлгісі көрсетілген. Басты тақырып, мұндағы ең басты тақырып, басқа да тақырыптар бар әне. Ең басты тақырып бұл Аллаға деген ғашықтық. Енді Аллаға ғашық болған адамның халі қандай? Алладан ең басты нені сұрау керек? Аллаға мінәжат етудің және оны еске алудың үлгілері осы хикметте тұр. Ол кез келген адам түсіне алады, ұғына алады, сезіне алады. Сондықтан да бұл еңбек осымен және кең тарауда, кең танымал болуы да осымен байланысты, негізінен алғанда. Және бұл сосын басқа еңбектер сияқты емес, енді поэзия үлгісінде жазылған ғой. Поэзия үлгісінің артықшылығы неде? Прозалық, бұл есте сақтауға қолайлы. Қазақтың жалпы поэзиясы бұрынғы ауызша поэзиясы. Көп функция атқарған ғой, тек қана әдебиеттің емес. Бұл ақпарат құралдарының да, қазіргі баспасөздің де рөлін атқарды. Ол ауыздан ауызға тарағаннан кейін өзгеріссіз жету үшін тұрақты формасы, пішіні бар, симметриялық өлшемі бар өлең формасы, ол өзгермей жетудің бір кепілі ретінде қызмет атқарған. Диуани хикмет осындай жаңағы поэзия түрінде жазылғанымен де ерекшеленеді. Сосын енді айта берсек басқа да ерекшеліктер көп, біз ең негізгілерін айтып отырмын. Бабамыздың диуани хикметте қандай тақырыптар көтеріледі аға? Жаңа бастадық оны. Ең бірінші бұл Аллаға деген ғашықтық. Аллаға деген ғашықтық болғанда Алладан Алла тағалаға деген қарым қатынас. Адамның халі деген бірдей болып тұрмайды әр уақытта. Адамның рухани құлдырауы, иманның әлсірейтін кездері болады. Иманның толығатын кездері болады, иманның күшейетін кездері болады. Сол кезде Аллаға деген қатынас та өзгереді. Сен иманың әлсіреп бара жатқанда не сұрайсың Құдайдан? Жәрдем сұрайсың, өзіңнің күнәқарлығыңды айтып шағынасың. Ал енді иманың күшейген кезде ше, ол жерде ғашықтық хал. Жаңа саған қалай жетем деген. Сенің өзің керек, өзің ғана керексің деген сияқты. Сондай көңіл күй болады. Міне осы адамның әр түрлі халіндегі Алламен қарым қатынас бұл жерде хикметте басты орында көрінеді. Одан бөлек енді рухани кемелдену деген бар ғой. Рухани кемелденудің мысалы бір жерде басты тақырып неге ғашықтық айтылады. Жалпы бұл ілімдегі ең басты мақсат Алла тағаланың өзі ғой. Алла тағаланың өзі. Алла тағаланың өзіне жету үшін оның ризашылығы керек. Сондықтан осы екі нәрсе, Алланың өзін аңсау және оның ризашылығын қайт тапсам деген бұл жердегі бүкіл талап тілек көрініс табады осы жерде. Енді осы жолдағы адамға сөзсіз ол оңай жол емес, кедергілер шығады. Ол кедергілер адамның өз ішінде бар және сырттан да келеді. Шәкәрім атамыз бен Мәшһүр атамыз екеуі осы жолдың өкілі ғой. Екеуі де осыны бірдей қылып айтады ғой. Көп екен бұл сарайда бізге дұшпан, бірі іштен келеді, бірі тыстан деп мысалы бірі іштен болғанда бірі тыстан десе, мысалы кім Шәкәрім атамыз табылды өз бойынан. Мәшһүр атамыз табылды өз бойымнан екі дұшпан, бір іштен болғанда бірі тыстан, кезіксе алтын күміс сырын білген, қорытып, ажыратып алады бізді ұстан деп айтады ғой. Сонда бұл екі дұшпан.
Екі дұшпан ол біреу іштен, біреу тыстан, ол нәпсі және шайтан деген дұшпандар. Ол кәдімгі диуани хикметте бұл да басты тақырып. Ол сені не қалай жаңағы күйретеді, сен одан қалай қорғанасың, сен оны қалай жеңесің деген мәселелер де көтеріледі. Сосын және оның қарсысына сенің екі досың бар. Ол да сенің сырттан және іштен. Іштен болатын өзіңнің ақылың және сырттан келетін періште. Осыдан бөлек тағы да айрықша бір саған жақын тағы көмекші десек те болады, ол көмекшіден де жоғары, ол ұстаз деген нәрсе. Міне осы нәрселер басты тақырыптар. Диуани хикметтегі басты тақырыптар. Осы жәрдемшің мен қалай қарым-қатынастасың, дұшпандармен қалай күресесің, ұстазға деген қатысың қандай болады деген. Енді ұстаз дегенде әуелгі ұстаз Құдайдың өзі. Одан кейін пайғамбар, сахабалар, әулие-әмбиелер жалғасып келе береді, тікелей өзің ұстазыңа дейінгі. Осы аралықтағы жаңа ұстаздың бәрі түгел жырланады. Көріп отырсыз ғой. Сонда басты тақырыптар осылар. Басқа дүнияуи мәселелер жоқтың қасы. Керек болса мына шариғи ғибадат құлшылықтардың өзі де өте сирек айтылады. Диуани хикметте. Онда да айтылса да, ол біз көріп жүрген сипат емес. Мысалы, ғарыш үстінде тізем бүгіп намаз оқыдым дейді. Мысалы, намаз оқу деген айтылады. Ғарыш үстінде оқу деген біз көрген де жоқпыз, естіген де жоқпыз. Ол диуани хикметтен басқа жерде. Міне осындай тақырыптар бұл жерде. Былайша айтқанда бұның барлығын рухани деп айтамыз. Енді қарасаңыз, одан кейін тағы бір нәрселе адамның өзінің жеке басына қатысты. Мысалы, адамның мақсаты, түпкі мақсаты Алланың өзі болатын болса, ол Алла тағаламен барып қауышамын дегенше, оның жаратқандарының барлығын сен көріп, танып болып барып Алланың өзін танисың. Сонда сенің рухани дәрежеңнің өсуін айтатын болсақ, біз шариғат, тарихат, мағрифат, хақиқат деп бұл сатымен көрсететін болса, ол рухани кемелдену болатын болса, онымен бірге сенің нәпсінің де өсуі және тәрбиеленуі бар. Жаңағы нәпсін, айтайық, жаңағы нәпсі лауама амара бису мутмаина разия марзия разият деген арғарап өсуі жөнінде бар. Бұл сенің яғни бойыңдағы екі денеңнің, былайша айтқанда, рухани және материалдық денеңнің жаны ғой екеуі де. Солардың да өсу мәселесі бұл жерде басты тақырып болады. Сонымен бірге, және сен бұл нәпсі рух қана емес, сонымен бірге сенің өзіңнің сол айналадағы танымдық көкжиегіңде кеңейеді. Сен мына дүниеден басқа жүректің көзінің ашылуында адамның хикмет кеудесі деп абай атамыз айтқан. Хикмет болған кезде басқа әлемдерді танисың. Әрине бұл хикметті тікелей аталмайды. Мысалы, жаңа адамдар әлемі, насуд деген, өзің көретін әлем, періштелердің әлемі, мәләкут деген. Одан кейінгі жаңағы нелердің әлемі, жаңағы ұрықтардың әлемі, жабарут, лахут, Алла тағаланың өзінің әлемі. Осылардың барлығын адам көрген. Енді диуани хикметте бұлардың аты аталмағанмен, ол әлемдерді көргендігі тұр. Қожа Ахмет Яссауидің хикметінде жаңағы ғарыш үстінде тізем бүгіп намаз оқыдым деген, мысалы, сол әлемдердегі өзінің басынан кешірген нәрселері оның бәрі. Міне осының бәрі ең басты тақырыптар. Және осының барлығын халыққа лайықты, түсінікті тілде жеткізіп берген. Біз мысалы Яссауи хикметтерін түн нұсқаның өзінде де оқысақ түсіне береміз. Аса қиын емес. Тілі де бізге тілде жақын, өте жақын. Және бұның ішінде жаңағы тіпті мынау айрықша эмоциялық көңіл күйден көп нәрсе көрінеді ғой. Бұл көшпелі ортада шыққан жаңағы қозым, ботам деген сияқты сөздерден де білінеді. Қозым, ботам деп күніге дейін енді біз айналып тұрғанда балаларымызды айтамыз ғой. Бұл отырық орта емес, жаңағы көшпелі ортада пайда болғанында көрініс.
Әрине бұл жазу ерекшелігіне сай, ол жаңа жазба тілдің әсері сөзсіз болады. Оның ықпалы бар, бірақ ол синтезделген. Мысалы, ауызекі көшпелі сөйлеу тілімен бірге жазба әдебиеттің синтезделген түрі бұл. Айрықша түсінікті басқаларға қарағанда. Оның басқа да себептері бар, негізгілерін айтқанда осы. Жақсы аға. Яссауи бабамыздың осы мұрасының қазақ әдебиетіне тигізген ықпалы туралы айтсаңыз аға. Міне бұл Яссауи бабамыздың ықпалы өте күшті. Неге? Өйткен себебі мен жаңа өзім бала кезімде көрген басынан кешкен нәрселерді айттым ғой бұрынғы. Ерте заманда 18, 19, 20-ны айтып отырған жоқпын. Мен өзімнің кеңес дәуірінде көрген. Ал оның алдында тіпті ол ықпал күшті болған. Мысалы, Ван Беридің жаңа саяхатнама жазбасында жаңа айтады ғой. Әрбір жаңа отбасындағы қазақ әйелі диуани хикмет жатқа соғады. Оның барлығын Яссауи бабамыздың және шәкірттерінің хикметтерін бесік жері ретінде айтқан. Балалар бұрын ол хикметтерді әлі санаға ие болмай тұрған кезінде, бала кезінде ананың сүтімен бірге сіңірген бізге. Сондықтан ол жаңағы Ван Беридің сөзі ғой. Қазақ даласын Яссауи хикмет тербетіп тұрғандай көрінеді деген. Сол, мысалы, дәл сол хал шынымен болған. Қазақ даласы Яссауи хикметтерінсіз өмір сүрмеген бұрын. Міне сондықтан да хикметтердің әсер ықпалы ауыз әдебиетіне сөзсіз тиеді. Оның ішінде қай жанрда алмасақ та Яссауидің хикметтері ғана емес. Сонымен бірге ол кісінің өзінің ілімі, дәстүрінің ықпалы көп, өте көп. Енді мен жаңа айтып отырмын ғой, Яссауи хикметтерінде рухани мәселелер, рухани әлемдер сөз болады, дүнияви мәселелерден гөрі. Тіпті құлшылық, ғибадат құлшылықтың өзі көзге көрінетін ол жерде. Ғылым қалға қатысты нәрселер өте аз, сирек. Ал енді дүниесі деген мүлдем әңгіме болмайды. Енді фольклорда көбінесе бұл енді тіршілік немізге байланысты ғой, бірақ солай бола тұра фольклордағы мән, мазмұн Яссауи хикметтерінен бастап алады. Енді сол Яссауи хикметтерінде мысалы мына өмірге қатысты өте санаулы жолдардың өзі кәдімгі қазақ өмірінің қағидасына айналып кеткен ғой. Таң қаласың. Мысалы, соны санаулы жол бар. Мысалы айтайық, соның біреуі. Кәпір де болса берме азар дейді мысалы. Кәпір де болса берме азар. Бірақ жол біздің қазақтың хикметте мынау жаңағы сұхбатқа ашықтығы, дініне, нәсіліне қарай адамдарды бөлмеуі, осы бірақ жол шешіп тұр, көріп отырсыз ба? Бірақ хикметтің жолы. Біз сол нәрсені бабаларымыз анау бірақ жолдың өзін қағидаға айналдырып, және салтымызды, дәстүріміз, ол салт дәстүріміз жасаушылар бәрі әулиелер ғой, толық адамдар. Солар осы хикметте айтылған жаңағыдай тезистерге емес, біздің тілімізбен тезистерге сай етіп құрған. Біздің дәстүрлерді. Соның нәтижесінде ғой, көрмейсіз ба? Кеңес үкіметі кезінде біз кәдімгі лабораторияға айналдық. Халықтардың, түрлі халықтар, оның ішінде халықтар болғанда да бір қатардағы халық емес қой, кілең жаңағы түрмеден шыққан, құлқы бұзылған, әр түрлі жаңағы қылмыскерлерді, сондайларды алып келді, мысалы, менің кезінде. Книгердің кезінде, қазақ даласына. Сонда қазақтың руханиятын бұзу мақсатында алып келді. Енді ең қызық жері, осыны көп адам айта бермейді. Мысалы, сол келген қылмыскер, құлқы бұзылғандар біздің қазақ даласында тәрбиеленіп, дұрыс отбасы құрып, өзінің отандастарынан әдебі жөнінен, этикасы, мораль, руханият жөнінен озық тұр. Озып кетті. Мысалы, осы Қазақстаннан қайтадан сол отанына барғандар теперіш көріп, ана жақтың халқын қабылдай алмай, Қазақстанда аңсап, жылап, еңіреп, сағынып жүр. Көбісі қайтып келгендер де бар. Мені көрдіңіз ба? Бұл
яссауи хикметтерінен бастау алған, қалыптасқан біздің рухани жаңағы қалыбымыз өзге халықтарға да әсер етті. Сонда бір-ақ жол, бұл дүниеге қатысты айтылған, Керемет. рухани емес. Керемет. Басқа да айта берсе көп, көп ондай мысалдар. Абайдың ана адамзаттың бәрін сүй деген осыдан Яссауи Келе, Абай атамыз айтады ғой, иман дегеннің өзі сүю. Сүю болмаса, демек сенде иман жоқ деген сөз. Ал оның сүюдің ішінде, сүюдің бәрі бір негізінде. Бірақ соның ішінде үш сүю біріккенде ғана сенің иманың гүлдейді ғой, былайша айтқанда, имани гүл. Осы сүю болады, имани гүл. Әділет сүю, адам сүю және Алланың өзін сүю. негізі енді біз қазір көп ұлтты бағана айтып отырсыз ғой, өзіңіз келді, бірақ көп ұлтты мемлекетке айналдық. Толеранттылық дейміз ғой. Сол көп ұлтты мемлекетімізге нағыз осы идеология болатын осы яссауи атаның ілімі екен ғой. Бәрін жатырқамай сүю, Солай, қабылдап. дәл солай. Бізге бұрын бағана жатырқамай сіңіп кеткенінде осы яссауи атаның ілімі негізінде Дәл тұр екен ғой. солай, дәл солай. Қазіргі заманда да сол маңыздылық сол екен аға, иә? Иә, бізде мынау қазір көп ауызды көп қу шөппен сүрту дейді ғой. Иә. Ауызды көп қу шөппен сүртетіндер көп. Ұлттық идеологиямыз жоқ деп. Айналайын-ау. Осы ғой жатыр. Қалай ұлттық идеология болмайды сенде? Ғасырлар бойы атаң, бабаң саған кәдімгі қолыңа ұстатқандай етіп беріп кетіп отыр. Біздің мақал мәтелдеріміз, нақыл сөздеріміз, қанат сөздеріміздің бәрі ұлттық идеология. Егер сондағы айтылған ізбен жүретін болсаң, болды, одан артық саған ұлттық идеологияның керегі жоқ. Қайдан бір жоқ жерден бір нәрсені іздейтіндеріне таңғаламын. Өзімізде тұр ол. Қолымызда. Болат ағамын осы сөзіңізге байланысты ұлттық идеология жоқ деп Шәкәрім атаның айттыңыз ғой, Мәшһүр Жүсіп пен Шәкәрімнің осы яссауи атаның осы жолының нелері, тұлға үлгілері деп, негізгі тұлғалары деп. Енді сол кісі айтады ғой, ана Мәнен бауырымызға деген Абай журналының 3-ші санында ұлтшылдықтан мәдениет, мәдениеттен адамшылдық шығады деген кезде жауап береді ғой мақаласына. Ол ұлтшылдық деген Европа асса өзімшілдіктен, қалса менменшілдіктен аспай тұр дейді ғой. Одан ажүректі тумайды деп. Ажүректілік деген ол барша адамзаттың баласын жақсы көру. Соған байланысты шығып тұрған не ғой аға? Ой ғой. Бізде ұлтшылдық емес. Жалпы бабаларымыз кешегі Шәкәрім дәрін өзі жалпы адамзат баласына. Біздің идеологиямыз жалпы адамзат баласына жүретін идеология емес бұл. Дәл сол. Бір ұлт емес, бүкіл адамзаттың бәрін сүй деп тұр абайлар. Сондықтан да мысалы жаңа әртүрлі. Бұл енді мен өз басым оқыған нәрсе емес. Бірақ жұрттың аузында айтылып жүр ғой, бір жерде жазылған болуы мүмкін. Жаңа Екатерина айтты деген. Қазақ өзінің кім екенін білсе, әлемді билейді деген. Осы сөз ақиқат сөз. Осы жазылған болса керек деп ойлаймын. Бұл ақиқат болатынына тарихи оқиғалар дәлел ғой, бізге жасалды ғой. Солай. Шабуылдардың бәрі осы кім екенін ұмыттыру. Бізге жасалып жатқан шабуылдардың, жасалған шабуылдардың барлығы осыған байланысты. Осыған байланысты ғой. Тап осыған байланысты. Мен таңғаламын. Кейде біздің қазір арамызда әртүрлі ұлттарды, Европадағы ұлттарды, өзіміздің туыстас халықтардың үлгі етіп, аналар сияқты болмадық, мыналар сияқты болмадық деп жаңа зәрилеп жататындар көп. Әлеуметтік желіні оқысаңыз. Айналайын-ау, ол бізден үлгі алсын бәрі. Бәрі бізден үлгі алсын. Біздің қазір жоқ болса жоқ шығар бізде. Бірақ тарихымызда бар ғой бәрі. Өте дұрыс айтасыз. Бота, тағы сөзіңіз енді мына сіздің айтқандарыңыздан идея етіп отыр да, енді оның идеяның бәрі тұр ғой мына. Топырақ бол, адам сені басып өтсін деген. Қай елде бар айтыңызшы енді мысалы. Бұл идеяда яссауи атамыз диван хикмет тұр аға, бұл да жаңа мына дүниеге бұл дүниелік іске қатысты бар жағы ғой. Керемет. Онда біздің өмір салтымызға айналдырған ата бабаларымыз. Топырақ болғын, әлем сені басып өтсін. Бұл топырақ дегеннің өзі жайдан жай алынған нәрсе емес. Біріншіден топырақ дегеніміз біздің тәндік материалымыз содан жасады. Алла тағала өзінің орынбасары етіп жаратқан нәрсені жай бір кемелденуге лайықты емес материалдан жасамайды ғой. Топырақтан жасап тұр. Неге топырақ десек, топырақ барлық нәрсенің сипаты бар бұнда. Мысалы біз Қисасул Әмбияны оқитын болсақ, айтылған осы нәрселер.
мысалы әрбір құдайдың жеке жаратқан затында дейді, бұл өзіндік бір сипаты бар жаратушының. Мысалы су тазалық деген сияқты, иә, тағы басқа. Тас жаңағы беріктік деген сияқты. иә. Ал енді топырақта осының бәрі бар. Бәрі бар осының. Жаңа ол ұрсаң дауыс шығармайды. Оған сен жаңа нәжіс төгесің, ол гүл өсіріп береді деген сияқты осындай айрықша сипаттар адамның ең кішіпейілдіктің шыңына жеткенде шығатын сипаттар. Бұл сенің нәпсінің сипатын. Нәпсің сенің бүкіл тәнің жерден жаралған болса, тәніңнің бүкіл азықтары жерден жаратылған болса, нәпсінің өзі соның топырақтың сығындысынан жаратылған болса, керемет екен. сонда сенің нәпсіңнің ең басты жетістігі өзінің әуелгі шыққан жеріне бару ғой. Өзінің шыққан жеріндегі сипатын табу. Сен топырақ сипат болып, жұрт сені сабап жатса да үн шығармайтын, оны сүйіп отыратын, оған сен жамандығына жақсылық қайтаратын топырақ сипатқа жетсең, бұл нәпсінің шын мәнінде Алла риза болатын сипатын тапқаны. Осы бақыт, адам бақытының кілті осы. Адамның кемелдікке жетуіне де жол ашатын осы қасиет. Бұл былай қарайтын болсақ, бүкіл құлшылықтың ең түпкі негізі. Негізі керемет екен. Ең негізі. Негізі құлшылық дегенді біз құлшылық дегенді де бір анықтамыз. Мысалы, Яссауи хикметінде айтпақшы, бас тақырып та осы біреуі. Бұны айтуды кішкене ұмытыңқырап кетіппіз. Құлшылық та бас тақырып. Сонда құлшылық не деген кезде Яссауи хикметтерін біз ақтаратын болсақ, бұнда құлшылықтың біз білетін жаңағы иман, енді ол көзге көрінбейтін ішкі халімізбен байланысты ғой. Қазір іспен, жаңағы немен, іс-әрекетпен, малмен, жанмен, тәнмен атқарылатын төрт құлшылық. Төрт құлшылық: намаз, ораза, зекет, хаж. Бұлардан бөлек сенің бұл сенің бүкіл өміріңді қамтымайды ғой бұлар. Өміріңнің бір уақытын ғана алады. Ал енді сен тұтас өміріңді, әр тынысыңды құлшылыққа айналдырып, яғни Қожа Ахмет Яссауи бабамыз сияқты құл деген атқа лайықты ететін жағдайды келетін болсақ, бұның төртеуінің түбінде де ойлау тұрады Алланы. Алланы естен шығармау тұрады. Естен шығармау. Бір сәтке естен шығармау. Ол естен шығармаудың, ойлаудың формасы екеу. Зікір, тікелей Алланы ойлау; екінші, оны жаратқандар арқылы ойлау, бір пікір. Сосын осы нәрсеге сен енді тіршілікпен алданып бұл нәрсеге қол жеткізе алмай қалатын болсаң, осыған мәжбүрлеп тұратын нәрселер бар. Олар жаңа тәуекел, сабыр, шүкір, ең соңында түбінде осы топырақ сипат тұрады. Топырақ сипатпен ғана сен осы құлшылықтарды өзінің орнына келтіресің, мәніне келтіре аласың. Құл деген атқа, топырақ сипатқа жетіп барып қана сен ие бола аласың. Керемет екен ол. Керемет түсіндіріңіз бұл ата. Енді осы Шәкәрім ата мен Мәшһүр Жүсіпті осы Яссауи мұраларының негізгі өкілдері дедіңіз ғой. Тек білеме өлікпін, шайтаннан басқа жауым жоқ дейді ғой Шәкәрім ата. Сол тек білеме өлікпін деген осы топырақ сипаттың бір түрі ғой. Бұл топырақ сипат, иә. Керемет аға, иә. Топырақ сипат. Яғни бұл былайша айтқанда өлген адамға еш нәрсенің керегі жоқ қой мына дүниеден. Әрине сен тіршілікте ол керек емес деп айта алмайсың, бірақ сенің ниетіңдегі жаңа дүниеге деген мұқтаждықтан толық арылған кезде сен ол тепкінімен өлікпін деген яғни сипат, бұл топырақ сипат шынында. Иә. Дұрыс айтып отырсың. Енді бұл ата қараңыз, мен таң қаламын да осы әулиелер деген кәдімгідей осы бір енді немен мысалы бір керемет қасиеттердің бәрі сол әулиелерде ғой. Асыл мысалы толық адам ілімі дейміз, Абайдың мысалы хал ілім дейміз мысалы. Енді айтып тұр ғой, бағана топырақ бол, адам сені басып өтсін. Топырақ болу, тек білеме өлікпін мысалы. Шайтаннан басқа жауым жоқ деп тұр. Осының бәрі енді тағы да ұлық болсаң кішік бол дейді қазақта мысалы. Иә. Осы ұлық болсаң кішік бол дегеннің өзі осыдан шығып тұр, иә? Иә, дәл осы. Қанша дәрежең жоғарыласа да, кішірейе беру деген. Не деген бұл енді қазақ мақалдарына дейін сіңіп кеткен. Бұндай жоқ қой қасиет қарап отырсаңыз, иә? Не деген біз өзімізді қандай ұлтпыз деймін да? Біздің халқымызда осы нәрсе болған ғой. Иә. Әйтпесем жаңағыдай экспериментке, жаңа кеңес үкіметінде болған,
шыдай алмас еді. Ол ұлт ретінде жойылып кетеміз. Я болмаса бір үлкен конфликт жаңағы не туып, араздық туып, ол бір ұлтаралық тіпті азаматтық соғысқа ұласып кетуі мүмкін. Керемет. Олай емес. Бүкіл қиындыққа шыдап өзінің жартынан, өзінің қазақтың сол кезде халі деген өте төмен болды. Қазіргімен салыстырғанда тіпті аштық жағдайы мына жақын. Сондай халде отырып халық пана бола білді. Және олардың жүрегінде махаббат деген нәрсені оята білді. Мен айтып отырмын ғой, сондай бір жаңағы келген құлқы бұзылған адамдардың өзі тәрбиеленіп, дұрыс семья құрып, ұрпақ тәрбиелеп, олардың ұрпағы деген өзінің отандастарын әлдеқайда ілгерілеп кеткенін көріп отырмыз ғой қазір. Қазір мысалы өзінің отанына барғандар сол жерде тепкіге ұшырап, жаңағы теперіш көріп, жазып айтып жатқандар аз емес қой менің бетін ақпарат құралдарында. Енді қараңыз, сондай деңгейде отырып, аштықта қиналып, сондай қан жұтып отырған халық, бір түрік ағайымыз осы неде жүр ғой интернетте. Жалғыз баласын соны айтшы. Ең жарқын мысалы осы. Сол кезде көзіңе жас алып, ананы еске аласың да, не деген ата-бабаларымыздың сондай. Сонда өзінің баласын құрбандыққа шалып тұр, көріп отырсыз ба? Бұл неден шығады? Ұлт біздің қандай? Кәдімгі Құдай көріп тұр деген. Советтің ілімінің нәтижесі ғой, осы керемет. Сол бұл әр сәтінде Құдайды ойлау, әрбір істеген ісіңді Құдай қалай қарайды осыған деген жауапкершілікпен атқарудың нәтижесі ғой. Сонда анау өзінің баласының үстіндегі жамылғын алып, анаған жапқандағы нәрсе не? Егер ол әрине бір сонда айтып тұрған сөзді көрмейсің, мынадан тұқым қалмайды ғой егер деген сияқты әңгімені айтады ғой, егер бұл өлсе, сенің балаң көп қой деп. Сонда бұл жерде тәрбиеде тұр, идеологияда тұр. Бұл жерде бәрі тұр. Адамзаттық идея деген осы ғамын, адамзаттың бәрін сүйді. Мен айтып отырмын, ол қазақтың қазаққа ұлттық идеология дегенге де мен өзім. Ұлт деген бір сені өзің ұлтыңа ғана тән деген нәрсені білдіретін нәрсе ғой. Қазақ бізде одан асып кеткен идеология тұр ғой. Ұлтыңнан бөлек арды сүю. Мысалы қазақта мақал бар. Барша адамзат сүю идеясы. Мақал бар. Қазақта дүниенің басы да қазақ, ақыры да қазақ деген. Керемет екен. Бұл мақал бірақ еш жерде бір жарияланбайды, ауызша айтылғаны болмаса. Бұл осымен байланысты. Қазақ менің ойымша бұл жеке дара, менің өзім ғана гүлдейін, өзім ғана ел болайын, өзім ғана бақытты болайын деген ұлт емес, әуел бастан. Құрылғаннан бастап, қазақ ұлты қалыптасқаннан бастап. Бұл оның ар жағындағы жалпы жаңағы Алтын Орда кезіндегі түркілер, оның ар жағындағы түркі қанаты кезіндегі Атиланың кезіндегі түркілер, нелер, ғұндар, солардың ұрпағымыз ғой біз негізі. Сол дәстүрлерді сақтаған бізбіз және. Ол қай кезде де сол ғұндар болсын сақтау, олардың бәрі идеалды болды деген сөз емес. Бірақ осындай бір топ қай кезде де болған. Рухани ілімді ұстаған. Қазақ соның ізін жалғастырушы халық. Қазақ мәдениеті қарап отырсаң, баяғы Оғызнаманың жаңағы кімдегі Әбілғазы Баһадүрде сақталған нұсқасы бар. Соның ішіндегі дәстүрлердің бәрі қазақта тұр. Өте ерте заманда, біздің эрамызға дейінгі заманда болған дәстүрлер. Керемет. Бұл нені білдіреді? Сол Абай атамыз айтады ғой, Алладан 4 кітап келіп түсті, біреуінен сөз айырмас деп. Яғни бұрынғы Адам атадан бастап, Нұх алейхиссаламнан бастап түскен кітаптардың кезіндегі ақиқат бір болатын болса, сол ақиқатты сақтап, соның үлгісімен жүріп, соның үлгісін, дүниедегі үлгісі қандай болу керектігін көрсеткен топтар болды. Ол сақ бабаларымыздың, ғұн бабаларымыздың ішінде де. Бергі заманда оны көрсеткен ең соңғы, ол соның мұрагері қазақ. Оны қай тұрғыдан қарасаң да, бұл бір қазақты бір басқалардан артық қою емес. Бұл артық қою емес. Бұл кәдімгі нақты тарихи дәлелдермен айқындалатын бұл шындық. Абай атамыздың кеше 37-ші қара сөзінде айтады ғой, әкеңнің баласы жауың, адамның баласы дос. Абайдың сөзі де дәл осы. Абайдың баласы. Атаның баласы болма, адамның баласы бол дейді. Дәл осы жаңа сен айтып отырған мәселе осы. Қазақ сонда жеке дара өзі бақытты болатын халық емес. Қазақ болса бүкіл адам баласымен бірге бақытты болады халық.
осыны біз түсінуіміз керек. Сондықтан бір ұлттық идеология деген зарлап оғанша оны бір жоқтай берудің керегі жоқ. Ол бізді адастырғаннан басқа еш нәрсеге апармайды. Бізде ұлттық идеология бар, және ұлттық идеология ұлтпен шектелетін идеология емес, ол адамзаттық идеология. Адамзатты гүлдендіретін, адамзатты бақытқа жеткізетін. Соған сол бақытқа кетіп бара жатқан жолда көшбасшы болуға апаратын идеология ол, қазақтың идеологиясы. Оны аспаннан іздеудің керегі жоқ. Біздің мақал мәтелдерімізде тұр. Соған сай болып істесең бол. Оп-оңай нәрсе ғой, мысалы тұрған. Мысалы, ер жігіт ел үшін туады, ел үшін өледі дегенді алайық мысалы. Болды ғой. Сен соған лайықты бол. Енді бұдан артық идеология жоқ. Әйел адамға да байланысты айтып отырған. Әйелдің ерін күткені, елін күткені дейді. Ерін күткені, иә? Ерін күткені, елін күткені дейді. Бәрін өзін. Ол еліне ер арқылы қызмет етеді. Ер адам еліне жаратушы арқылы қызмет етеді. Немесе жаратушыға апаратын сондай кемел тұлдырғаларға қызмет арқылы. Адамдық борышын халқына қызмет қыл деген. Халқына қызмет қыл. Енді осы Абай атамыздың жаңа айтатыны бар ғой, осы мына. Сол жылулық жүректен достықпенен бұлақ шағып әлемге тарамақшы дейді. Енді бұл егер бұл тек қана ұлтты көздейтін идея болса, ол қазақты басқаларын артық қойып, онда ол әлемге лайық емес қой, басқа ұлттар қабылдамайды. Ол барша адамзат сүйетін идеология болғанын айтып тұр аға, иә? Бәріне де жатырқамайтын, бәріне лайықты бағана көшбасшы болатын идеология болған. Бұлақ шағып әлемге тарамақшы деп те айтып кеткен сөз бар, иә? Иә. Осындай. Жүректен тазарады деген ол енді жүректен бастап, бір адамның жүрегінен бастап әлем тазарады деген тарих дәлелдеген шындық қой. Мысалы, саф таза жүрегі таза болған адам кім ол? Өлі пайғамбарымыз. Пайғамбарымыздың жүрегі тазарды, саф таза болып, кіршіксіз жүрек. Әлем гүлденді. Ислам әлемге тарады. Ол кезде пайғамбарымыздың заманын біз көріп келген жоқпыз, бірақ әңгімелерден, жеткен хадистерден, басқа да әңгімелерден белгілі, сол кезде кәдімгі керек болса иттің өзі бір-бірімен таласпай қойған. Жан-жануар адамды былай қойғанда. Сондай гүлденген заман болды. Екінші мысал, екінші сап таза жүрегі толық тазарған адам бұл Қожа Ахмет Яссауи бабамыз. Құтбул Ақтаб дәрежесіне жеткен. Әулиелердің сұлтаны болған, иә. Яссауи бабамыздан кейін мысалы Алтын Орда сияқты мемлекет кеп, алдында әбден экономикасы, саяси жағдайы адам танымастай жаңағы мүшкіл халге келген әлем халықтарының бүкіл экономикасында, саясатында, мәдениетінде гүлдендірді. Алтын Ордадан кейін үлкен мемлекеттер қалыптасты, түрлі мәдениеттер өркендеді. Одан бұрынғы дәуірмен салыстыруға келмейді ғой енді. Оның ар жағында не бар деп біз қарайтын болсақ, әулиелердің еңбегінен басқа еш нәрсені таппаймыз. Сол ғой, ана Алтын Орданы айтады ғой. Мысалы, Алтын Орданың кезінде енді орыстардың өзі қол астында болды Алтын Орданың. Мойындайды ғой. Сол өзіне шведтердің өзіне қол астында бола тұрса, тиіскізбеген Алтын Орда. Салығын төлеуде отыра бер. Ішкісіне араласпаған. Тиіспеген, қол сұқпаған. Шәкәрім атамыздың айтатын ғой, не дінге, не әдетке қол сұқпаған. Ой жібер, міне осындай кемеңгерге деп. Қазір Алтын Орданы біз мақтайтын болсақ, бір кішкене қайшылыққа ұрынуымыз мүмкін. Өйткені қоғамға сіңіріліп тасталған Алтын Орда деген жаңа зорлықпен құрылған мемлекет деп. Және оның қаншама неше ғасыр бойында тек қана жаңа бір көлеңкелі нәрселер іздеп табылып, сол ғана насихатталып келген, ал енді әлемге берген өлшеусіз мәдени ізгі ықпалын ол тасада қалып келген. Сондықтан көп халықтар бұның қазірде көп адамдар мойындамауы мүмкін бұл нәрсені. Бірақ дегенмен ол ақиқат, өзің айтып отырған. Бірақ жалпылама айтсақ түсінікті енді. Болат ағамын енді осымен осы сұхбатымызды тамамдасақ, рахмет бүгін келіп, осы сұхбат алаңына келіп, Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың осы мұрасына байланысты, Дивани хикмет еңбегіне байланысты, қазіргі қазақ мәдениетімен байланыс туралы, осы зерттеулеріңіз туралы айттыңыз еңбегіңізді. Бұл сіз айтқан ойларыңыз, кесек-кесек ойларыңыз, осы
үкімет қабылдап жатқан қазір бағдарламаларымыз бар, мына сол негізінде осы жастардың осы жүрегінен орын тапсын деген ниеттеміз. Сөйтіп Шәкәрім Құдайбердіұлы айтады ғой, сондай ұқпай деген айтқан сөз, ғылымы жоқ наданға, жүрегінде болса көз, жұғар сондай адамға, сондай адам қазақтан көп туса осы заманға, босар еді азаптан қазақ шығып самалға деп, сондай жастарымыз көп болса, қазағымыз да самалға шығады деген ниеттеміз аға. Рахмет. Құрметті көрермен, бүгінгі осымен сұхбатымыз тамам. Келесі кездескенше сіздермен қоштаспаймыз. Рахмет сіздерге. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.